Арман мен Айдананың жаңа үй алғандарына тым көп уақыт болған жоқ. Кемінде бір айдай ғана уақыт өтті. Осы бір ай ішінде ол үйде көптеген келеңсіз жайттар орын алғаны белгілі. Үй таза, әдемі, бірақ ішінен бір суықтық байқалатын. Ең алғашқы жайт ас бөлмеде басталды. Арман мен Айдана ұйықтап жатқан кезде кухнядан әлде бір сықырлар естіліп жатты. Бірақ та олар оған мән бермеді. Өйткені үй ескі болатын. Бір уақытта бір ыдыс сынғанын көрді. Олар бұған таң қалды. Өйткені үйде тек екеуі тұратын. Ал сонда қалай сынады? Келесі түні Айдана әлде бір дыбыстан оянып кетті. Бірақ оның не екенін ұға қоймады. Қайттан көзін жұмды. Есіктің сықырлағаны. Көзін жұмды. Шкафтың есігінің ашылғаны. Енді терезенің дыбысы. Ол Арманды оятты. Бұл жерде бірдеме дұрыс емес, Арман. Не істейміз? Уайымдама. Бұл жай ғана сенің қорқып қалғаныңнан шығар, деді ол. Кенеттен Айдананы тынышталдыру үшін ол оны құшақтады. Ал Арман терезеге қараса, әлде бір қорқынышты сұлба оларға арам күлкімен қарап тұрды. Арманның қорыққаны сонша Айдананы тастап өзі қашып кетті. Айдана оның артынан жүгірді. Есік жабық болды. Олар сол үйде қалды. Қағазда бұл үйге келгендер ешқашан шықпайды деп те жазылған екен. Ал олар бұны кеш түсінді.